Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін ең идеальный болып пісіп шығатын хворстың түрін көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай көрінісі де әдемі және де қытырлақ болып пісіп шығатын хворстың рецептін сіздермен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде арнаға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен 4 дана жұмыртқамызды жарып дайындап алатын боламыз. Осы видеоның астына, яғни описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі массаға келгенше араластырып алатын боламыз. Одан соң жарты шай қасық тұзымызды саламыз толтырмай, және де жарты шай қасық ас содасын салатын боламыз. Одан соң қантымызды саламыз. Қантымыз менде молырақ салдым, өйткені тәтті болу үшін. Егер де сіздер тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, көбірек сала бергендеріңіз дұрыс. Содан соң қанты ерігенше, біркелкі массаға келгенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнның құрамын мен жазған жоқпын, себебі керегінше салып қолдана бересіздер. Мінекей қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымыз тым жұмсақ немесе тым қатты болмауы керек, яғни орташа көлемде қамырымызды илеп дайындап алатын боламыз. Қамырдың үйуі қанғанға дейін жақсылап илеп алатын боламыз қамырымызды. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз өте жұмсақ, яғни нәзік болып шықты. Мінекей қамырымыз біздің дайын болып қалды. Енді салафанға осылай салып қалдыратын боламыз. Осы аралықта, яғни тағы да бір рет қайтарып қойсаңыздар, қамырларыңыз одан да әдемі болып осылай көтерілетін болады. 5 немесе 10 минутқа қалдырамыз қамырымызды, және де уақыт өткеннен кейін алып, екі бөлікке осылай бөліп алатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңызда екі күлше нанымызды жасап дайындап алдық. Ендігі кезекте қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Бұл хворстың ерекшелігі қамырдың жайылуында, яғни қамырымызды жұқа етіп жайып алатын боламыз. Ұн себе отырып, қамырымызды өте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Оқтаудың көмегімен көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз өте нәзік болғаннан кейін, міндетті түрде ұнымызды себе отыра, осылай қамырымызды, яғни дөңгелетіп, жұқа етіп жайып алатын боламыз. Достар, егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуіңізді сұраймын, себебі алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Қамырымызды осындай жұқалықта жайып дайындап аламыз. Ендігі кезекте жайылған қамырымызды пышақтың көмегімен ұзынша, яғни бірнеше бөліктерге осылай бөліп шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл видеодағыдай осылай кесіп дайындап аласыздар. Осы уақыт аралығында газымызге майымызды қойып қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға қамырымыздың шетіне осындай, яғни шаңышқымызды, вилкамызды орап, айналдыра отыра, дөңгелек пішінге келтіріп, майға салып пісіріп алатын боламыз. Хворсты, яғни қып-қызыл етіп пісірудің қажеті жоқ. Кішкене сарғыш, яғни алтын сарғыш түске енгенше пісірсеңіздер, сонда хворсымыз қытырлап, әп-әдемі болып пісіп шығатын болады. Және де хворсты, яғни қатты қызып тұрған майда пісірмейсіздер, себебі бірден пісіп кетуі мүмкін. Орташа баяу отқа қойып, асықпай жайлап осылай пісіріп алатын боласыздар. Мінекей біздің хворсымыз пісіп шықты, осылай майынан сырғытып, яғни әдемі ыдыстарымызға сала бересіздер. Ал егер де жаңағыдай дөңгелек етіп пісіруді қаламасаңыздар, осылай ромбик тәріздес етіп кесіп пісіре берсеңіздер болады. Бұл ең ыңғайлы әрі ең оңай тәсілі. Бірақ дәмі тіл үйретінде өте дәмді болып шығады. Барлық хворстарымызды пісіріп дайындап алатын боламыз, және де майынан осылай сырғытып ыдысымызға салып аламыз.
Осымен біздің хвостарымыз пісіп шықты. Енді бетіне әсемдік ретінде осылай сахарный пудра сеуіп шықсаңыздар да болады. Құрметті көрермен, назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантып қоюды ұмытпаңыздар.